Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз кернеуі 1 киловольттан астам ажыратқыштар. Бүгінгі тақырыбымызда біздер ажыратқыш, яғни жоғары кернеу ажыратқыш дейміз. Оның қандай түрлері бар, оның қайда қолданылады, және тағы да басқа маңызды сұрақтарды қарастыратын боламыз. Жалпы жоғары вольтты ажыратқыштар бұл жоғары вольтты қуат жүйелерінде электр тізбектерін өлшеу немесе қосу үшін қолданылатын құрылғылар. Жоғары вольтты ажыратқыштар электр станциялары, қосалқы станциялар, трансформатор қосалқы станциялар және жоғары вольтты электр тоғын басқаруды қажет ететін өндірістік қондырғылар сияқты энергетикалық жүйеде қолданылады. Жалпы осы ажыратқыштардың ішінде әрбір өзінің параметрі бар. Бұл яғни номинал кернеуі, номинал тоғы, номинал өлшеу тоғы және тоқтың оператор компоненті өлшеуі. Бұл тоқтың оператор компонентін өлшеуін табу үшін, яғни астындағы формуламен табуға болады. Келесі суретте біз операция циклін көріп тұрмыз. Жалпы операция циклі дегеніміз не десеңіз, бұл яғни электр тізбектерін қауіпсіз ашу немесе жабу, шамадан тыс жүктемені қысқа тұйықтауды және жабудың зақымдалуын болдырмау үшін қажет. Бұл электр тоғын ағымын бақылауды қамтамасыз етеді және жүйенің қуат тұтынуын тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Ал келесі суретте біз ажыратқыштың яғни макроксын структурасын көріп тұрмыз. Яғни бірінші санды, ол яғни бұнда тек қана бір әріп болады, яғни В деген. Бұл В дегеніміз бұл ажыратқыш деген мағынаны білдіреді. Ал екінші санды бұнда бір немесе екі әріптен тұрады. Ол яғни бұның ішінде Б, М және К, Б деген әріптер болуы мүмкін. Мысалы, В болса вакуумды, М болса майлы. Кейбір кезде қателеспесем, М, Б деген Б, М, Б деген майлы ажыратқыш бақытты деген мағынаны білдіреді. Ал үшінші санымыз бұл яғни привод. Егер бұл жерде ешқандай әріп болмаса, бұл пружинді привод деген мағынаны білдіреді. Ал деген әріп болса, бұл электромагнитті привод деген мағынаны білдіреді. Келесі санда біздер бұнда номиналдық кернеу орналасады. Яғни бұл жерде сан болады. Бұл яғни номинал кернеу деген мағынаны білдіреді. Бұнда көбінесе жалпы осы жерде көбінесе біздер киловаттпен беріледі бізге. Ал 5 пен 7 деген сандардың арасында номинал ток мәні болады. Бұнда ампермен беріледі. Ал 6-шы санда бұнда номиналды өлшеулі тоғы. Бұнда енді килоампермен беріледі бізге. 8-ші сан бұл принцип орындау және орналастыру санаты.